Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге гемангиома жайлы ақпарат бермекшімін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Гемангиома нәрестелерде туа пайда болатын немесе туылған соң 1-2 аптада пайда болатын ақшыл қызыл түстес қатерсіз ісік. Ол теріде қосымша қан тамырларынан құралған. Гемангиома жиі бетте, баста, кеудеде және арқада пайда болады. Нәрестелерде кездесетін гемангиоманы инфантильді гемангиома деп атайды. Себебі олар көбісі ешқандай емді қажет етпейді, өздігінен баланың мектеп жасына дейін, яғни максимум 10 жасына дейін өздігінен кетіп қалады. Яғни гемангиома денеде, мойында, қолда, аяқта орналасатын болса, онда оны азотпен күйдірудің, скальпельмен кесудің қажеті жоқ. Өйткені оның орнында үлкен тыртық қалып қояды. Ал егерде гемангиома баланың бетінде болып, яғни көзіне зиян келтіретін болса, естуіне зиян келтіретін болса, сонда ғана лазерлі әдіс немесе дәрілермен емдеу әдісі қолданылады. Гемангиоманың өзінің даму этаптары болады. Яғни ең бірінші гемангиома кішкентай болып теріге шығады, содан кейін ода жайылу процесі болады. Яғни үлкен болып теріге жайылады, үлкейеді. Сол кезде көп ата-аналар қорқады одан. Яғни осы кезде олар кестіріп тастайды, күйдіріп тастайды, бірақ олай жасамаңыз. Өйткені осы үлкейгеннен кейін оның кері қайту, яғни регрессия процесі болады. Яғни кері қайтып, мүлде із қалдырмай кейде жоғалып кетеді. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.